Мисалы үчүн өзү үлкен кылыгы бала чага болуп, былайча айтканда аса бир терең эмес аке балага не тарбие берип жатуу мүмкүн. Onun балам өйт бүйт дегени балага жугама. Үйүңө кеп кечкилик бир китаптын бетин ачпасаң, өзүң билим шатагың болмай, балам оку, азыр билим заман деп көсөмсөң ким кетер? Өзүң бажылдап урушуп жатсаң, ак коз болуп, ашуланып жатсаң, балам сабырлуу бол, байыптуу бол деп айтканыңыз кандай натыйжесин бермек? Абай айтат, бирөөлөр Кудайдан бала айтылат. Ол бала не кылат деп. Осыны айтып келет да, артынан Куран окусун деп октот дейт. Артынан Куран окусун десең, тирликте өзүңүн жакшылык кылган кишиң көп болсо, саган ким Куран окумайт? Эгер жаманчылыгың көп болгон болсо, балаңын окуган Куран саган сен немеге жеткизет дейт. Тирликте өзүң кылмаган иште өлгөн соң саган балаң касып болуп бере алатынына сенесиңби деген сыяктуу Абайдын сөзү бар. Мында да чыгатын ой, әуелі өзің жақсы бол. Сонда балаң өзі ақ жақсы бол. Әуелі ең бірінші өзіңді тәрбиеле. Абай айтып отқан дүние осы. Міне, Абайдың бала тәрбиесіндегі әуелгі негізгі ұстанымы өзіңнен баста деп отыр. Бүкіл данаға тән. Кез келген нәрсенің анау өзігінен дәп басатын Абайдың тағы да даналығына тәнті боласыз.